Өмір кітабы. Христиан доктриналары. Ажырасу мен қайта некеге тұру неке адалдығын бұзуға тең. Ажырасу және қайта некеге тұру, егер жұбайы әлі тірі болса, зинақорлыққа тең болады. Өйткені христиандық неке жаңа өсиеттегі жаңа неке туралы заңға сәйкес қайтыс болғанға дейін жарамды. Ажырасқандарға ажырасу және қайта некеге тұру харам, олар христиан болсын, кәпір болсын. Зинақорлықтың бұл түрі, қайта неке қию, біздің заманымызда, соның ішінде шіркеу деп аталатын жерде кең таралған. Сөз жоқ, бұл зұлым және азғын ұрпақ, және Құдай сотты Құдайдың шіркеуінен бастайды. Бір рет сақталды, әрқашан сақталады. Евангелистпін деп санайтындардың көпшілігі бір рет құтқарылған әрқашан құтқарылады деген ілімді қабылдайды. Кейбіреулер мұны мәңгілік қауіпсіздіктен басқаша дейді, ал кейбіреулері жоқ. Шынайы мәселе, киелі кітап бір рет құтқарылғаннан кейін әрқашан сақталады ма? Сөз жоқ, бұл нағыз евангелиялық ілім емес. Бұл тағы бір ізгі хабар, және азғындыққа бірінші рет шайтанның өзі үйреткен лицензия. Бір рет сақтаған әрқашан дұрыс емес. Христиандық теріс ағымдар күнәлар, азғындық, жолдан таюшылық және жалған ілімдер салдарынан құтқарылудан айырылуы мүмкін. Иса оларға өкініп, киелі өмір сүруді бұйырады. Өмір кітабы. Өмір кітабы әділ адамдардың есімдерін қамтитын көктегі нағыз кітап. Бұл аян кітабында киелі кітапта айтылған тоқтының өмір кітабымен бірдей. Барлық мәсіхшілер үшін Құдайдың өзі салған көктегі қала болып табылатын жаңа Иерусалим қаласына кіру үшін сіздің атыңызды өмір кітабында табу керек. Палестинадан келген арабтар біздің планетамызда Иерусалимде тұруды армандайды, бірақ олар мүмкін емес. Бірақ христиандық қасиетті арабтар, егер олар қасиетті христиан халқы болса, Құдай ұлы Исаның ұлдары және мұрагерлері ретінде жаңа Иерусалимде өмір сүреді. Бірақ сен ше, темекі шегушілермен, маскүнемдермен, иттермен, азғын христиандармен, азғын мұсылмандармен, кісі өлтірушілермен, күнәһарлармен және Мәриямның пұтқа табынушылармен және өлі әулиелермен бірге боласың ба? Сіздің есіміңіз Құдай ұлы Исаның кітабы болып табылатын өмір кітабына жазыла ма, жоқ па? Сіз мұны бүгін шешесіз. Өмір кітабынан есімдерді өшіруге болады. Осылайша христиандар үшін мәңгілік қауіпсіздікті жоққа шығарады. Күнәларыңа тәубе ет. Құдайдың ұлына сеніңіз. Сіз Құдай мен адамдар үшін жаңа және қасиетті өмір сүруіңіз керек. Жаңа Иерусалимге кіруге лайық болыңыз. Христиан дінін қабылдаңыз. Құдайдың ұлы бол. Аумин.